Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін мына өлең жолдарын айтайық. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Математика керек әр күнге. Математика қажет өмірде. Математиканы оқимыз, миымызға тоқимыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ерте заманда халқымыз үйлерін қолөнер бұйымдарымен безендірген. Түрлі ою-өрнектерді қолданған. Қазақи нақыштағы көрпелер, кілемдер, киім-кешектері болған. Үй іргесінде қамшы және қазағымыздың ұлттық аспабы домбыра ілініп тұрған. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою-өрнектермен сәндеген. Ендеше бізге бұл жерде де ою-өрнектер белгіленіп тұр. Мына суреттерді қарап шығыңдаршы. Ою-өрнектерден қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсыңдар? Егер әр суретті тең екіге бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады? Жарайсыңдар. Қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы және тік төртбұрышты тең екі бөлікке бүктейік. Жарты бөліктері туралы не айтуға болады деп ойлайсыңдар? Я, балалар, бүктеу сызығы фигураны тең екі бөлікке бөледі. Яғни, бұны біз симметриялы фигуралар деп айтамыз. Жарайсыңдар балалар. Ендеше екінші тапсырмаға назар аударайық. Симметриялы фигураларды және ою-өрнектерді атаңдар. Кез келген фигураны алып, бүктеу арқылы олардың симметрия осын табамыз. Балалар, бірінші суретте не бейнеленген? Я, ол қазақи ою-өрнек. Ал екінші суретте ше? 6 бұрыш. Үшінші суретте? Дұрыс айтасыңдар, 3 бұрыш бейнеленген. Төртінші суретте? Ою-өрнек. Ал бесінші суретте ше? 8 бұрыш. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бұл фигуралардың ұқсастығы неде деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Бұларды бүктеу арқылы біздер екі тең бөлшекті алатын боламыз. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Ендеше сергіту сәтін өткізейік. Демалып болсақ, топтық жұмыс орындайық. Бізге төртінші тапсырма. 3 топқа 3 түрлі есеп берілген. Бірінші топқа ою-өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқыма бау және тағы 20 метр тоқыма бау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқыма бау сатып алынды? Екінші топ. Бір бумада 186 ою-өрнек, ал екіншісінде одан 75-і артық ою-өрнек бар. Екі бумада барлығы қанша ою-өрнек бар? Үшінші топ. Соңғы сіздерге есеп. Бір шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар? Ендеше балалар, тапсырмаларды орындап, топтан бір оқушы жауап беріп, өзінің жауаптарын айтатын болады. Ендеше іске сәт. Жарайсыңдар балалар, орындап болсақ, жеке жұмыс орындап көрейік. Бұл 5-ші тапсырманы әрқайсымыз жеке-жеке орындайтын боламыз. 5-ші тапсырмада бізге теңдеулерді шешу берілген. Бұл теңдеулерді өзіміз жеке орындайтын боламыз. Жарайсыңдар балалар, ендеше есептерімізді шығарып орындап болсақ, сабағымызға кері байланыс жасайық. Яғни, сабағымыздың бүгін сендерге қандай әсер қалдырғандығы туралы, сабағымыздан не түсінгендерің туралы бас бармақ тәсілі арқылы көрсететін боласыңдар. Ендеше кері байланыс жасайық. Жарайсыңдар балалар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.